барлық педагог қауымына әрдайым әдістемелік көмектер беруге, ылғи да бірге сіздерге көмек беруге дайынбыз. Барлық ұлттық құндылықтарымызды ардақтай берейік. Мынау жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу, құрметтеу, оларды тәрбиелік тұрғыда тәрбиелік мәні бар ұсталық өнерді насихаттау мақсатында жұмыстарымызды сіздерге көрсетіп жатырмыз. Бұл жерде енді ата-бабадан келе жатқан ұсталық өнер, ағаш, темір ұсталықты жалғастырып келе жатырмыз. Бұның негізгі мақсаты мынау ата-баба дәстүрін жалғастыру. Қазіргі кезде мынау бабамыздан қалған мынау 19 ғасырда жасалған мынау ожауды атамыздың, мен бабамның, төке бабамыздан қалған дүниені мен оюлап, оны әртүрлі ойға келтіріп, суреттерді безендіріп, біз Тайлақ батырдың 7-ші ұрпағы болып келемін. Сол Тайлақ батырды ішіне салу арқылы барлық атадан балаға мирас болып келе жатқан дүниені ары қарай жалғастырып жатырмыз. Ал енді қазіргі жағдайда ол қобызды жаңа түрі өзім жасаған, әлі де бұлақтап, ары қарай жалғастырып керек. Бұл жердегі жағдай, бұның құндылығы бұлай ұстасақ, бұл сәби түрінде. Егер де осылай ұстасақ, бұл аққу түрінде болып келеді, аққу. Ал жалпы бұлай ұстасақ, бұл гүл. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласымен жалғасып жатыр. Яғни осы рухани жаңғырудың жалғасы ретінде осы жұмыстар жасалынды. Яғни 20 қобыз жасадым, соның ішіндегі осы қызғалдақ ғұмыр деп аталады. Бұл жердегі жалпы адамзаттың өзі қызғалдаққа ұқсайтыны және өмірінің өзі гүлдей жайқалып, мәнді, мағыналы ғұмыр кешу керектігі туралы, ынтымаққа, бірлікке құралған ғұмыр екенін насихатталып жасалынды. Қай жағынан қарасақ та қызғалдаққа ұқсайды. Бұлай да барлығы әртүрлі философиялық ойлармен безендірді. Енді бұл дыбысын тыңдап көріңіздер. Біз үйдеміз, әрдайым педагог қауымдармен әрқашанда біргеміз.